Бұған дейін де естігенім, Азербайжан границаларын жауып жатыр. Bir қаладан екінші қалаға 1.200.000 тұманға алып бара жатыр мені. Міне осындай жағдай болып қалды. Мені Азербайжан елі кіргізбей қалды. Тегеран маған қатты жабысып қалып, мені жібергісі келмей жатырған сияқты. Ереванның автовокзалының ішіндемін. Осы жақтан алла olsa Грузияға жолы жүрмекпін. Иран еліне кірер кезде шекарадан айтып еді, сізді Азербайжан жақ кіргізбейді деп. Ол елге тек ұшып кіре аласыз деді. Сол айтқандарды ойлап Астанаға бармас бұрын Тегеран әуежайынан билет алып, Бакуға дейін ұшып кеткім келді. Сол оймен Тегеран әуежайына қарай жолға шықтым. Метромен барам деп көп уақытымды жоғалттым.